Саламатсыздар ма, құрметті студент? Бүгінгі тақырыбымызда жасанды интеллекттің артықшылықтары мен шектеулері тақырыбында қарастыратын боламыз. Бұл лекцияда жасанды интеллекттің нақты артықшылықтары мен кемшіліктері жан-жақты қарастырылады. Мақсаты студенттерге жасанды интеллект технологияларының этика мен жаңа технологиялар арасындағы байланысын түсіндіру және сыни ойлау дағдыларын дамыту. Жасанды интеллект адамның когнитивті қабілеттерін компьютерлік жүйелерге беру технология. Ол көру, тыңдау, сөйлеу, үйрену және логикалық шешім қабылдау қабілеттерін имитациялайды. Қолдану салаларына келіп тоқталатын болсақ, медицина, қаржы, білім беру, өнеркәсіп, көлік, сауда, маркетинг және қауіпсіздік жүйелерінде қолданылып жатыр. Жасанды интеллект бұл адамның интеллектуалды қабілеттерін еліктейтін компьютерлік жүйе. Ол деректерді талдайды, үйренеді, шешім қабылдайды және нақты міндеттерді өздігінен орындай алады. Жасанды интеллекттің негізгі түрлеріне келіп тоқталатын болсақ, әлсіз жасанды интеллект тек бір тапсырманы орындайды. Мысалға алатын болсақ, ChatGPT, Siri және Google Assistant. Күшті жасанды интеллект адам сияқты ойлай алатын әмбебап интеллект. Жасанды интеллекттің қоғамдағы рөлі қазіргі таңда жасанды интеллект көптеген салаларда көп қолданылады. Медицинада, диагноз қою, деректерді талдау, білім беруде, адаптивті оқыту, тестілеуді автоматтандыру, қаржы саласында тәуекелді болжау, инвестициялық шешім қабылдау, бизнес пен өндірісте процестерді оңтайландыру, сапаны бақылау, көлік саласында автопилоттар, логистика, күнделікті өмірде виртуалды кемшіліктер, аудармашылар, жұмыс жүйелері. Жасанды интеллекттің артықшылықтарына келіп тоқталатын болсақ, өнімділік пен тиімділік. Жасанды интеллект миллиондаған деректерді секундтарда өңдеп, тапсырмаларды қатесіз орындайды. Мысалы, банкте несие өнімдерін автоматты өңдеу уақыт үнемдейді. Үздіксіз жұмыс істеу. Жасанды интеллект 24/7 жұмыс істей алады. Мысалы, онлайн қолдау көрсету чат-боттары, адамдық қателіктердің алдын алу. Жасанды интеллект эмоция мен шаршаудың тәуекелсіз нақты алгоритмдер бойынша жұмыс істейді. Медициналық диагностикада қате диагноз қою ықтималдылығы төмендейді. Автоматтандыру және деректерге негізделген шешімдер қайталанатын жұмыстарды автоматтандырады және үлкен деректерді талдап, маркетингтік компанияларды тиімді құрады. Индивидуалды қызмет көрсету. Клиент мінез-құлқына қарай жеке ұсыныстар береді. Мысалы, Netflix және Amazon. Жасанды интеллект үлкен көлемдегі ақпаратты адамнан әлдеқайда тез өңдей алады және қателік ықтималдылығы аз. Мысалға алатын болсақ, жасанды интеллект МРТ немесе КТ суреттерінен ауруды адамның көзі байқамайтын деңгейде ерте анықтайды. Жасанды интеллекттің шектеулеріне келіп тоқталатын болсақ, деректер сапасына тәуелділік. Жасанды интеллект тиімділігін оқыту, деректердің сапасына байланысты қате немесе бір жақты деректер нәтижені бұрмалауы мүмкін. Түсініксіз шешім қабылдау. Қара жәшік мәселесі. Жасанды интеллект неге дәл сол шешімді таңдағанын түсіндіре алмайды. Мысалы, несиеден бас тарту себебі белгілі. Этикалық және құқықтық мәселелер. Жасанды интеллект шешім қабылдаса, жауапкершілік.
адамдарды дискриминациялауы мүмкін және заңнаманы бұзуы ықтимал. Жұмыс орындарының қысқаруы, автоматтандыру салдарынан кейбір мамандықтар жойылуы мүмкін. Мысалға алатын болсақ, кассир, оператор, қабылдаушы. Жасанды интеллект кейбір кәсіптердің жойылуына себеп болуы мүмкін. Мысалы, автономды көліктер жүргізушілерді алмастырады. Құпиялылық және қауіпсіздік. Жасанды интеллект үлкен деректермен жұмыс істегенде жеке ақпараттардың таралу қаупі бар. Құрылу мен техникалық шығындар. Жасанды интеллект жүйесін жасау мен қолдау қымбат. Қарапайым кәсіпорындар үшін тиімсіз болуы мүмкін. Шығармашылық шектеулер мен қауіпсіздік. Жасанды интеллект жаңа идеялар тудыра алмайды және бұзылған жағдайда үлкен зиян келтіруі мүмкін. Мынау бізде артықшылықтар мен шектеулердің салыстыру. Өнімділікте жоғарғы дәлдік пен жылдамдық, кемшілігіне қателіктер деректерге байланысты. Жұмыс уақыты 24/7 жұмыс істей алады. Ал шектеуіне энергия мен ресурс қажет. Қызмет көрсету, жеке ұсыныс жасау мүмкін. Адам сезімі мен интуициясы жетіспейді. Тәуекелді басқару, артықшылығына деректерге негізделген шешімдер. Шектеуіне блэк-бокс шешім себептері түсініксіз. Қаржылық тиімділігіне артықшылығына ұзақ мерзімді үнем, кемшілігіне алғашқы инвестиция өте қымбат. Құрметті студенттер, бұл сіздерге бақылау сұрақ. Келесі сабаққа қарастырып келулеріңізді болады. Жалпы қорытындылай келе, жасанды интеллект адамзат дамуының жаңа кезеңін бастаған технология. Ол бізге жылдамдық, тиімділік және дәлдік береді. Бірақ сонымен қатар жауапкершілік, этика және бақылау талап етеді. Жасанды интеллект адамды алмастыру емес, оның қабілетін кеңейту құралы. Құрметті студенттер, келесі сабақтарда кездескенше сау саламатта болыңыздар.